Келелестет, әлемде 100 жыл өмір сүретін болсан, ол қандай болар еді? Әрбір 100 жылда технологиялар, қоғам мен мәдениет қалай өзгерер еді? Адамдардың ұзақ өмір сүруі біздің өмір сүру салтымызға өзгертеді ме? Бүгін біз осы сұрақтарға жауап іздейміз. Алдымен біздің денсаулығымызға не болар еді? Медицина қаншалықты дамып, өмір сүру ұзақтығы ұзартуға ықпал етеді. Генетикалық инженерияның арқасында мұндай ұзақ өмірге деген мүмкіндіктер туар ма? Қазіргі замандағы жасуша жасаруы мен ұзақ өмір сүру гендерін реттеу туралы зерттеулер арқасында тіпті кейбір ғалымдар биотехникалар арқылы адамдар өмірін 150-200 жылға дейін ұзартуға болатынын айтқан. 100 жыл өмір сүретін болсақ, қоғам мен экологияда қандай өзгерістер орын алар еді? Қала өмірінің өзгеруі, көлік, тұрғын үй құрылымдары және табиғи ресурстарға сұраныстың өсуі, экологиялық тұрақтылық және климаттың өзгерістердің әсері, жер шарындағы халық санының өсуі мен ресурстарды үнемдеу мәселелері. Қазірдің өзінде экологияны қорғау мен тұрақтылық мәселелері өзекті болып жатыр. Бірақ 100 жылда біз тек жерде ғана емес, ғарышта да өмір сүруді жоспарлаймыз. 100 жыл өмір сүретін болсақ, біздің күнделікті өмір салтымыз түбегейлі өзгеруі мүмкін. Тіпті бүгіннің өзінде өзгерістер басталып кетті. Оқу дәстүрлі мектеп қабырғасынан шығып, толықтай виртуалды платформаларға ауысады. Кез келген адам 60 немесе 70 жасында жаңа мамандық меңгеруі қалыпты жағдайға айналады. Қысқа мерзімді курстар, жасанды интеллект, көмекшілер немесе нейросеттер арқылы білім алу кең қолданыла бастайды. Адамдар өмір бойы білім алатын болады. Себебі өмір ұзақ, ал технологиялар тоқтамай дамиды. Жасанды интеллект қарапайым жұмыс түрлерін алмастырады. Креативтілік пен эмоционалды интеллектке негізделген кәсіптерге сұраныс артады. Көп адам жеке бизнеске немесе фриланстық бет бұрады. Кәсіпкерлік немесе цифрлық мамандықтар кең тарайды. Жұмыстың негізгі мәні өзгеріп, еркін әрі икемді жұмыс форматы басымдыққа ие болады. Цифрлық технологиялар арқылы алыс жердегі адамдармен тығыз байланыста болу жеңілдейді. Робот ассистенттер мен виртуалды дос құрдастар көбейеді. Қарым-қатынас виртуалды кеңістікте жалғасып, жаңа әлеуметтік нормаларға қалыптасады. Адамдар хобби мен шығармашылыққа көбірек уақыт бөледі. Туризм тек жер бетінде ғана емес, ғарышта да мүмкін болады. Виртуалды әлемдері демалу, саяхаттау кеңінен тарайды. 100 жылдағы өмір адамға жаңа қабілеттерін ашуға, түрлі салаларда өзін сынап көруге мүмкіндік береді.